Барлықтарына сәлем, менің атым Джон. Қазір мен сендерге өзімнің оқиғамды айтып беретін боламын. Оқиғамды бастамас бұрын лайк басып, арнаға тіркеліп, және осы видеомен достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Осындай керемет оқиғаларды өткізіп алғыларыңыз келмесе, арнаға тіркеліп, жанынан шыққан қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен сіздерге өзімнің оқиғамды айтып берейін. Достар, видео тақырыбынан ақ көргенімдей-ақ, мен өз түрімді өзгерттім, және де бұл қалай дейсіздер ғой, қазір сіздерге айтып беретін боламын. Менің анам аяғы ауыр болған кезде әкем бізді тастап кеткен екен. Және де анам бұл кезде қатты уайымдаған, яғни мені қатты уайымдаған, себебі мені асырай алам ба деп ойлаған. Бірақ та шамалы уақыт өткен соң ол маған мүлде қарамайтындай болып кетті. Себебі мен 4 жасымда болғанда ол өзі қалаған жаққа кетіп қалатын, және де 2 күн, 3 күн қалаған уақытына дейін кетіп қалатын, және де қай жаққа барарын айтпай, тіпті маған тамақ, су да қалдырмайтын еді. Мен сол кездері өзімнің жолыма түскенін бәрін жеуім керек болды. Яғни тіс пастасын, қалаған затымды. Bir күні мен ауырып жатқан жерімде анам 4-ші күні келгенде мені жерден көрген еді. Және де менімен бірге көршім келген еді. Ол бірден мені көрді де қатты аяп, және де ол мені дәрігерге апарған еді. Егер де көршім келмеген кезде, анам мені сол жерде тастап кететін еді. Анам мен үшін бес оны түрмеге жауып тастамайды ма деп қатты қорыққан еді. Бірақ барлығы дұрыс өтті. Мен бірнеше апта көршімнің үйінде тұрған едім, яғни миссис Эмманың үйінде. Ол маған көп көмектесті, тамақ ішкізді, жуындырды. Бірақ білесіздер ме, мені бақпайтын, қарамайтын анамның өзі мені қызғана бастады. Яғни ол шамалы уақыт өткен соң мені алып кетем деп миссис Эммаға айтқан болатын. Басында миссис Эмма анаммен қарсыласқан болатын. Бірақ та анам былай айтқан болатын: ол менің балам, мен не істесем де өзім білем деп айтқан болатын. Бірақ шынымен де мен оның баласы болатынмын. Сол себепті миссис Эмма ештеңе істей алмады. Бірақ та мен анамнан гөрі миссис Эмманы қатты жақсы көремін. Иә, шынымен достар, қанша анам сені дұрыс қарамаса да, ананды бәрібір де жақсы көресің. Ол да мені жақсы көреді. Тек ол ана болуға дайын емес еді. Сол себепті ол менімен осылай қалыптасқан деп маған миссис Эмма айтқан болатын. Мен үйіме қайтып бардым. Ол кезде анам маған бұрынғыдай қарайтын болатын. Яғни мені ешқандай бағып қақпайтын. Бірақ ол басқа жұмысқа тұрған болатын. Менің мектепке баратын уақытымда келген болатын. Бірақ анам мені мектепке жіберген жоқ. Сол себепті бейтаныс адамдар келіп, мені мектепке алып кеткісі келетін. Бірақ та анам ешқайда жібермейтін. Неге екенін білмеймін, бірақ олар мені мектепке жібермейтін. Тіпті полициялардың өзі келетін. Әлгі адамдар келген кезде мен миссис Эмманың үйіне барып сәл отыра тұратын едім. Ал әлгі адамдар кеткен кезде мен бірден ештеңе болмағандай-ақ осы жерге келіп отыратын едім. Ал бұны миссис Эмма көргенде мені қатты аяйтын, және де бір нәрсе істегісі келетін. Бірақ та оның қолдары жіппен байланған секілді ештеңе істей алмайтын. Мен 14 жасқа толғанда анамнан қашып кетуді жоспарладым. Бірақ та қаяққа қашып кетем, мен әлі кәмелет жасына толған жоқпын деп ойлаған болатынмын. Миссис Эмма осы жақта тұра бер, мен бір амалын табамын деген болатын. Және де миссис Эмма өз сөзінде тұрып бір амалын тапқан болатын. Бірақ оны сәл кейінірек айтатын боламын. Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Сол кезде миссис Эммаға бұл жайлы айтқанда ол маған мынандай тәсілді айтқан болатын: біз сенің түріңді өзгертейік, және де саған жаңадан құжат дайындататын боламыз деп. Ал мен болсам келістім, оны бірақ қалай жасаймыз деп ойладым, себебі операция өте қымбат тұрады. Ал түрдің бірден өзгеріп кете алмайды, оған да уақыт керек болады. Сол кезде миссис Эмма маған былай айтқан болатын: ол бұрындары театрда жұмыс істеген екен. Сол кезде оның грим жасайтын достарымен таныс екен. Және де осының арқасында оның маған көптеген көмектері тиді. Осының арқасында ол мені өзінің таныстарына апарған болатын. Сол жерде олар менің түрімді өзгертуге тырысқан болатын. Олар менің шашымды басқа түске айналдырды, және де көзіме линзалар тақты. Әйтеуір анам мені танымайтындай қылғысы келген болатын. Бірақ мұнымыздан түк шықпады. Бірақ та анам біртүрлі қылықтар жасады. Бұның бәрін сәлден соң айтып беретін боламын.
Ең алдымен әжем өзінің жиенінің шамалы уақытқа келгені жайлы сөздер таратқан болатын. Бірақ шынымен оның қызы бар еді. Бірақ та оның баласы мен емес едім ғой. Және де ол өтірік осылай істеуге көшті. Мен анама хат қалдырып кеттім және мен басқа жаққа кетіп баратқанымды мені іздемей-ақ қойсын деп айтып кеткен болатынмын. Осыдан соң мен миссис Эмманың үйіне барып тұра бастадым. Анам басында маған іздестіру салған болатын. Бірақ та бұл 2 сағатқа ғана созылған болатын. Содан соң барлығын алып тастаған болатын. Неге екенін мен мүлде түсінбедім. Осыдан кейін анама көптеген адамдар келе бастады және де оны балаларыңызға дұрыс қарамадыңыз деп кінә таға бастады. Бірақ та маған миссис Эммамен тұрған қатты ұнады. Себебі ол маған үйді жинауды, көп затты үйретті және де ол мені сабаққа жіберген болатын. Мен сабаққа сәл кешіккен болатынмын және де құжатымды да алдым. Бірақ та бұл мені мүлде састырмады. Мен кәдімгідей сабақты оқи берген болатынмын. Тіпті жақсы оқып шықтым. Және де мен демалыс күндері өзім жұмыс істеп ақша табатынмын. Яғни миссис Эмманың пенсиясы бәрімізге жеткенмен мен өзімді оған қарыздар етіп сезінген болатынмын. Бір күні мен анаммен бірге бір лифтте кездесіп қалған болатынмын. Және де сен менің балама ұқсайды екенсің, сен миссис Эмманың жиенісің ғой деді. Сол кезде ол маған былай айтты: сен менің баламнан айнымайсың, тіпті көп жерін оған ұқсайды екен деді. Мен балама лайық емеспін, сол себепті деді де ол сөзін аяқтап жылай бастады. Мен оны басында аяй бастаған болатынмын, бірақ та мен оны мүлде кеше алмайтын едім. Сол себепті мен бірден шығып кете салдым. Ол бұрынғы біздің тұратын квартирамызға кетті, ал мен миссис Эмманың үйіне кеткен болатынмын. Содан соң ол маған тіпті оны көрсен маған айтып жіберші деп те айтқан болатын. Достар, және де бір күні бір қызық аянышты оқиға болған еді. Бұл қандай оқиға дейсіздер ме? Қазір айтып беретін боламын. Миссис Эммаға мен бұның барлығын айтып берген едім. Ол маған былай деп айтты. Миссис Эммаға мен бұл жағдайдың бәрін айтып бергенде ол маған былай деп айтты: ол өз қатесін түсінген секілді, сен оған қайтып барғың келеді ме деп еді. Мен жоқ дедім. Содан соң шамалы уақыт өтті. Мен жүре бердім және де керемет өмір сүре бастадым. Мектепте де жетістіктерге жете бастадым. Спорттарға қатыстым. 2 жыл өткеннен соң бір қайғылы оқиға орын алды. Бұл қандай оқиға дейсіздер ме? Мен өзіміздің бұрынғы квартирамыздың алдында жедел жәрдем көлігі тұрғанын көрдім. Содан соң бұл миссис Эммаға ма деп жүгіріп барып едім. Ол менің бұрынғы квартирама екен, яғни анама екен. Анама кіріп қалған кезде мен оған не болды сенімен деп едім. Ол маған былай деп айтты: сен менің ұлым екенімді білем, мені кешір деген болатын. Осыдан кейін мен оның жазған хатын тауып алған болатынмын. Ол менің миссис Эмманың қолында өмір сүріп жүргенімді көрген екен және де менің осылай бақытты өмір сүріп жүргеніме қатты қуанған екен. Мен бұған қатты таңғалдым. Ол да мені жақсы көретінін енді білдім. Содан соң қатты өкініп қалған болатынмын. Сосын мен оны анам қайтыс болып кеткеннен кейін барып ғана көрген болатынмын. Достар, осымен оқиғам аяқталды. Егер де мені аяп кеткен болсаңыздар, лайк басыңыздар және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Осындай қызықты да аянышты оқиғаларды өткізіп алғыларыңыз келмесе, арнаға тіркеліп, жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Ендеше достар, сау болыңыздар.